Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен хан шайым салатын дайындайтын боламыз. Дәмі өте дәмді, әрі ерекше болып шығады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге жұмыртқа, қызылша, ет және де тұздалған қияр қажет. Жұмыртқамыз піспеген. Енді омлет дайындайтын боламыз. 2 жұмыртқамыз осылай жарып, кішкене сүт қоссаңыздар болады. Негізі сүтсіз де дайындай берсеңіздер болады. Егер сіздерде болмаса, кішкене ғана тұз салып, барлығын толықты араластырып аламыз. Бізде сұйық біркелкі масса шығуы қажет. Енді табамызды қыздырып, майды осылай жағып шығатын боламыз. Кішкене ғана май жақсаңыздар жеткілікті. Майымыз қызғаннан кейін енді жұмыртқамызды құятын боламыз. Менде өте үлкен таба болғандықтан бірден барлығын құя салдым. Сіздерде кішкентай болса 2-ге бөлсеңіздер болады. Осылай бетін жауып, толықтай пісіріп аласыздар. Біздің омлетіміз осымен дайын. Енді бізге піскен ет қажет. Етімізді видеода көрсетілгендей бірінші бөліп алатын боламыз. Енді ұзын салап турап алатын боламыз. Бұл салат өте дәмді, ерекше болып шығады. Тәтті мен қышқыл араласқан екен. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді етімізді ыдысымызға салып аламыз. Енді қиярымызды артық шеттерін алып, 2-ге бөліп, видеода көрсетілгендей ұзын салап турап шығатын боламыз. Қияр салатқа өте ерекше дәм беріп, өте әдемі болып шығады салатымыз. Қиярымызды турап алдық. Енді ыдысымызға саламыз. Қызылшамызды суға пісіріп алғанбыз. Енді осылай видеода көрсетілгендей бірнеше бөлшектерге бөліп, ұзын салап турап алатын боламыз. Барлығын бірдей формада турасаңыздар, өте әдемі болып шығады. Егер де сіздер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Каналымда күнделікті жаңа рецептер шығатын болады. Барлығы да қолжетімді жаңа рецептер. Қызылшамызды салып алдық. Енді пісірген омлетімізді осылай видеода көрсетілгендей жақсылап орап аласыздар. Қатты қысып ораудың қажеті жоқ. Енді осылай турап алатын боламыз. Сондай өте әдемі көрінеді. Осылай турап алдық. Енді видеода көрсетілгендей осылай араластырып алсаңыздар болады. Енді барлығын бір ыдысқа салып, майонезіміз қосатын боламыз. Қанша майонез қоссаңыздар да өз еркілеріңізде. Осылай барлығын дайындап алдық. Енді араластыратын боламыз. Жақсылап, толықты араластырып аламыз. Қатты мұжып тастауға болмайды. Жұмыртқамыз үгітіліп кетеді омлетіміз. Толықтай майонезді араластырып болдық. Осымен біздің салатымыз дайын. Осылай өте әдемі болып шықты. Дәмін осы кезде бір көріп, аз болса майонез, тұз қоссаңыздар болады. Енді ыдысымызға салып ұсынатын боламыз. Сіздерге видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Салатымыз осымен дайын. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Баршаларыңызға ас болсын.